Бірге мен Инара және де дәл қазір бізде осындай қаржы алып тұр және де бір Roblox ойыны. Мынау менің магазинім. Келіп заттар алсаңдар болады. Мен уже заттар заказ беріп тастағанмын. Әрине скидка болып жатқаннан кейін осындай көп заттар заказ бердім. Бірақ енді бұны көп демеулері мүмкін. Себебі мен бағана кейбіреулерін кіргізіп қойдым. Шыққанның алғаш. Осылай бүкіл клиентті өткізіп сосын тағы. Негізі мына магазинді қайтып ұзартуға болады, мен соны түсінбей жатырмын. Қандайсыға скидка болып отыр екен, көріп алайық. Оған болып отыр екен. 86 теңге ма еще? Заказ бере берейік, главное, есть money. Отырайық. Күні осымен толтырып тастайын ба? Так, бұның бағасын мен 23 алады екен. 23 салайық, сонымен бүкілінің бағасын осылайына аша салайын. Бүкілін осымен толтырып салайын, сосын бүкіл осы кейін алып кетеді. Толтырып ойым. Мен бүкілін сатып біту керек, зат ала бермеу маған. Бірақ әр күн сайын скидкаларды көріп отырып кетейік по-любому. Так, мына қараңдар. Мынандай жер, иә, мынандай жер менің магазин. Осы мына бетке дейін бай-бай. Вот мына бетке дейін бүйтіп не істеу керек? Короче, осы жаққа дейін алым керекпін жерді. И оның төбесі бар тоже. Төбесін аламын ма, білмеймін бірақ. Сосын мына складты ашу керек маған. Бірақ мен бұларды қайтып ашатынын білмеймін. Білсеңдер айтыңдар. Әлде обязательно жоқ. Қараңдар. Бұл жермен ашылмайды бұл бәрібір. Жоқ, бұлар не екенін түсінбедім. Яқта еще басқа бір адамдардың магазины бар, кеттік солардың магазинін көріп шыққандай екен, не дамытыпты, не істепті, қырсын бар. Өзім ана екеуі ағама не? Көріп қалмай, ашылмайды. Бұның заттары қараңдар маған алынбайды. Өз заты қана алынады. Бұларда склад бар, бірақ бұларды ашылмаған, иә. Сосын басқа біреудің магазинін көрген үшін маған ақша беріле ма? Ма? Мына күн көр өзімді чорт санап қалдым ғой, бірақ неше левел ойнап тастаған адам ғой, неше раунд ойнап тастаған адам, аты бұл бұндай болмайды, мен қызғанып кеттім. Әкем маған да сана, датабонандай не салды баған бәле, өзіме кіз көреді. Жоқ, сыр, короче. Короче, мен сендерге дәл қазір маған не айтатынын білмей жатырмын, так что менің видеомды көріп отыра беріңдер, иә. Әлі мен алдағы уақытта осы не туралы, короче, көптеген видеолар салуым мүмкін. Мен видеоларымды күтіңдер.
осылай жаймен тосу керек. Ендеше жоқ, қояйық. Тағы да заттар толып кетті. Мысалға осылай бар. Бақты. Менде қапақтар жоқ. Тосыңдаршы киімдерді. Бұл ойын нормалырақ та. Пайдаға кірсең де кірмесең де по-любому пайдаға кіресің. Өйткені андай шын өмірдегідей емес та. Шын өмірде мысалға кейбір заттар сатылады, кейбір заттар сатылмай қалады ғой. Мысалы адам өзіне керек затты алады. Ол жақта ала береді болады. Бұл ойынның осындай жағы күшті. И андай не болады еще. Это мен бірақ ең баста пайдаға кірмейтін том екен. Кейін затты сол бағамен сатып жүрген том. Кейін барып білдім. Жазда ойлап қыстың қамын, саған ысқарамын. Мен не жүрегім заттар азақ. Аяқта тұр екен ғой. Магазин үлкейтетін. Білмедім ғой. Аты мен осыған құртатын едім ғой. Өйткен аяқта екінші этажда бар екен. Мен ең бірінші экспанд 4-ке дейін, жоқ, экспанд 5-ке дейін өзімнің үлкейткен бірінші этажда дамытамын, одан кейін екінші этажда дамытамын. Мынаны білдім мен, енді біліп жатырмын. Маған қарағанда аяқта тоже ойдан заттар келді. Маған бәрібір маған скидка болып жатқан заттарын бүкіл сатып ала беремін. Туфлилар келді. Бірақ менде туфли қоятын жер жоқ қой. Мындай ала берейін, ой. Мақұл. Туфлиға салайыншы. Мен бүгін вообще минусқа кіріп тұрмыстар бар екен, оларды өткізіп ақша тауып алайын. Жазда ойлап қыстың қамын, саған ысқарамын. Қара көзің алғашқы сүйген қызым, көзімнің жасы менің көзім қызым. Армандап жол мезгілін қалай күтсем, ол да менің көптен күткен аққу құсым. Қалап ем махаббаттың қаламқасын, қолдан қанатты қарлығашым. Армандап аялаған күн. Бұл уақытта керек етпейді бәрден. Бүйтіп жазып бересің, тот момент бүйтіп тұрады қасында ше. Жазда ойлап қыстың қамын, саған ысқарамын. Коробке саптар қойыпшы. Так, на бетке тоже біреу заказ беру керек. Бірақ мен оған пәйде ақша жетпейді, сосын ақша үнемдейгем. Бір ақша бердім ғой мен саған. Өзі ғой. Басыма алған. Думалған емеспін мен. Достар, менде енді жиі осындай
Осы магазин туралы, дамыту туралы видео ашуым мүмкін, так что мені көріңдер. Мен видеоларымды үзбеңдер. Енді маған телефон алып мындай заказ беруге болады. Мына склад ашу керек, достар. Оны новый үлгіде кимесі білмеймін, мен барын алған затын алып көбінесе мән білмеймін, только андай өткізе берем осы. Барды мен размерін салмайды екен, я. Коробкесі қоя салайын. Сонда әшейін мысалға бір зат алса, соңғы бейтіп шығама. Қарасаңдар, несі үлкен болып тұр. Чегі. Алдынан тозған заттарды қойып алайын, жайғастырып бүкіл өз ретімен. Біз ана 164 мыңға. Бізде мысалы Канада сдачаларының саны таусылмайды, я вообще. Мыналарға қанша сдача қайтарып жатсақ та, бізде сдача вообще таусылмайды. Бұларда да солай ақша таусылмайды. Екіншілігіне жету керек екен. Бір кімдерге не болату керек. Болды. А то мен кімдер заказар қоя берем, анаға 1 рет кіремді, потом оны скидка отырген қалайын деп сөйтсем ол сразу же. Так что маған болды, ол жаға кіруге болмайды.
Мен бүгін плюста екенмін достарым. Мен по идее минуста болуым керек. Ана жерді өлкетуші маған. Мен қараңдар дата мына экспанд 3-ті ашу үшін менде 9-шы раундқа жетуім керек. Одан кейін мына жерді мынандай қылып өлкету үшін 12-ші раунд. Одан кейін 15-ші раундқа солай көтеріледі екен. Мен мысалы ақшам көбейгеннің өзінде дәл қазір сатып алмайды деген сөз ғой шыққан. Мына артасына әлі. Простые. О, достар, менде 2000-ға жетті. Енді мен ондай алайын. Енді ананы бітірмеймін. Мына что ойын маған складты ашуға болады. Сосын ары не? Складты үлкейтетін ба? Складты мен бейтіп ашпай-ақ қойдым ше, поэтому қарай ойынды жалғастырудамын. Тамам не таппай жүр. Бірдеңке деп сөйлеп әйтеуір. Қараңдар, новыйдан заттар заказ бердім. Скидка болатқан. И то менде андай заттарымызға таусылып қалатқан ғой. Сол үшін заказ бердім мен бұларды. Сынығында иненің жабырқаулы күйде. Магазинде заттар әкетіп жатыр бүкілі. Мен бағана видеоны қоспай тұрып, осылай көп адамдарды өткіземін. Деймін, қалай бұл? Типа кимесе бұлар кетіп қала бере ма сонда? Короче, қараңдар, заттарым бүкіл шашылып қапты. Кабеларды алып кіргіземін, осыны складты ашып алу керек. Тоқташ. Менде не қайтты $200? Қалған? Шындық ма? Енді адамдар алады. Бізде новыдан кейін коллекция. Все дизлайк. Короче, достар, енді бізде, мен не түсінбей аттырмын. Неге менде $200? Ето қараңдар, мен уже сауда жасап жатыр, мен ақшам көбейіп жатқан жоқ әлі. Білем, ол қуады ма негізі? Мен сонда минусқа кіріп тұрмын ба? Жоқ, қараңдар, мен бағанада вот күттім ғой адамдарды, неге жоқ менде. Бүкіл ана склад болмаған соң ба жоқ кетеді ғой.
қарасайшы енді білемін ғой қаным ішіліп жатыр соған. Бұдан шығып көремін. Наконец-то, уф. Мынаның бағасы бүкіліне қолайсыз болып бара жатыр ма? Склад ашу керек, мен склад аша саламын ғой деймін, иә. Мынау складтан аша салайық, поэтому складты ашып қоймын достар. Бұяққа енді шкафтар сондай заказ беру керек ол үшін мен магазинімді жүргізіп алайын. Потом ақша түскен кезде содан заказ беремін. Ашкім жоқ, пардон. Бүгін мен вообще минусқа кіріп кеттім ғой. Бағанағы счетты қарасаңдар, мен минусқа кіргенім көрініп тұр, достар. Ашкім жоқ, пардон. Тонке-тонке-тон. Лейла. Бұяға тасыған менде не жоқ екен ғой. Заказ береміз қазір. Ничего. Оның өзі примерно 250 деген сияқты сондай баға. 1000 теңге бар менде. Басқа да магазиндерде. Екінші этаж ашылып қалған сияқты ғой, иә? Ашылған ба? Ашылған ау, білмеймін. Жоқ, мынандай заказ осындай алады. Анаң қараңдаршы, магазин. Түрлі заттар бар, бірақ осыны шамалы сәндеп әдемі қойып жүрсе, иә. Осындай ішіме кереміз мен ала салайын десең, иә. Мен баста менің магазиніме бір адам келді. Мен ол адам келмейінше ойлағам. Еш андай бұяқта мен бір ойын осындай ақсайтын бір ойын жазып ойнаған кезде бұяқта тек өзің ғана боласың, өтіріктен осындай адамдарлар болады. Солар келіп заттар сатып алатын, өзің магазинді жүргізесің да. Мен баста бұл ойынды қайта ойнайтынын білмейтін тұғым. Ең бірінші тұрғамда андай бірдеңке сатып алған, бір жиһаз сатып алғанмын. Оказывается, ең бірінші андай бірақ жиһаз тұрады ол кезде ше, сол үшін мен тағы да орындық бар, осындай сатып алғанмын, орындықта сататын шығармын деп. Содан кейін мен уже ақшам бүйтіп азғантай болып қалды или 0 болып қалды. Мен білмедім да, содан кейін барып киімдер сатып алатынын білдім одан кейін. Сосын сөйтіп киімдер сатып алып саттым. Сосын мен ол товардың ақшасын қайттан шығарып алуым керек ма, а то ары қарай ойнай алмай қаламын ойынды. Сосын ол ақшаны мен ананы 20%-бен сату деп тұрады, сонымен сатып жібердім. Содан кейін сөйтіп өзімнің заттарымды сатып алып солай істедім. Менде қазір 2000 ақша болып қапты, енді сырттағы заттарды кіргізіп қояйық енді. Мынау әлі тұрма. Бұттарды ең арт жағына қойықшы. Бәрінен де ең сұлу, өмірлік жар тең сұлу. Мынау не еді, бұтпеді? Бұл достар не үшін бағасы 30 теңге? Себебі ол арнайы бренд. Вы это понимаете? Так что бұл бағасы қымбат. Мынау да қымбат, себебі бұл ашайын десең. Бұны пайда ешкім алмайды, өйткені бағасы қымбат болып тұр. Әлде мен негізі сатылған кезде норм болатын тұғым. Ең төбедегі бағаны сатып алатындай қылып ше. Төбедегі деп қымбат бағамен. Бірақ мынау сатылам екен, 40 баға сатылады екен. Қазір бізде бомба. Так, мен ақшамды көтеріп 2000 болды. Өзім. Елімізге склад не жиһаз алу керек, бірақ мен ол жоқ сағатта по идее ше, қазір көріңізші жиһаздарды жоқ ол по идее. Да болатын беді. Ол аяқта складтыкына болады арнайы,
Так, надо 2 күнде заказ бере салайын. Акшам иштеді ғой по-любому. Бәсе жоқ қой что-то. Аспаннан хаттар құлағыма кеп көп кіреді. Бұл шамал жақнатып қойдық, енді нарсын үстіне қоя береміз. Енді все будет норма. А то өзім жаным ауып қалам ол. И товар да тез сатылып кетеді. Енді мен аяқ киімдерді сатып алып осы жерге қойып қоюға бола береді. И тоже скидка тұрған жерін бүкілін ала беруге болады. Сосын скидка арқылы көтеріп аламын да. Каналар күтеді да, сосын күтіп кетіп қалады. Сол үшін бұларды достар, клиентті ешқашан күттірмеңіздер. А то ол қайтадан аңызатын орнына қояды да, потом кетіп қалады. Сіздерді күтіп тұрмайды бұлар. Көз жоқ па немене бәлем? Тут, достар, помогите мне. Мен Кореяға көшкім келеді. Кореяны люблю. Очень. Но у меня нет денег. Денег. И мен папаларға айтсам. Папа, я жүр көшейік дейді да. Жақтым да көшпейміз. Мамаға айтсам, мама. Білмеймін, мен қалын не дейін. Короче, сол көшпейміз. Ояқтың тілін білмейміз. Ешқайсымыз. Анеңізден басқа. Камсамидадан басқа. Амма аппадан басқа. Біздің. Натура ғой негізі. Бірақ көшім келеді. Мен просто, я хочу просто сояқтың мектебінде оқым келеді. Но это никого не поймет. Байқадым бар екен ау айтарым, саған жаным айтарым. Тартым башы кел жақын. Короче, ана менде бағана неше теңге болды. Құрбанышкасы өткізген. Как раз заттар бітіпті ғой мене. Бұл қазінде заттар заказ береміз. Ана қойып алғам. Менен аяқ киім қоятын қосылды тоже. Ең бірінші жерін үлкейтіп алу керек, сосын мынаны ала салайын. Аспаннан хаттар құлағыма кеп көп кіреді. Так, но 3750. Мен әлі бұны алмаймын. Поэтому тоқта. 7500 деген ойбай, бұған дейін әлі қайда мен. Магазинде заттар заказ берем оған дейін. Так, скидка отқан жария, астыға кеттім ол. Короче, осыны қойып алдым. Енді артына толтыру керек қой бір шама енді. Ой. Артынан бастап қоя берейін. Қоштасуға не себеп? Сен бөлек. Одан да тапшыке қоятын кепті. Осы жерге қоямын. Потом тапшыкерді әкеп қоямын. Мұнан негізі қараңдар, ең бірінші саудада ең бірінші керегі ол былай аяқ киімдерді ең соңына қоясыздар, орта жағына киімдерді, ең бас жағына бас киімдерді қоясыздар. Вот бәрі сол кезде норма болады. Егер мен баяғыдай тупой болып бағасына қарамай жүрсем, онда мен алдырып әкетіп отыра беретін едім. Бүгін мен вообще андай минустамын. Нужно қатқаныз. Сәлеметсіз бе? Ой, бірдеңе болып. Бір ақша дегенім ғой.
Таусылып қалыпты ғой, а? Тапочкалар шығара берейін онда. Анау типа бір полканы алам, а? Ойбай, онда менде дата болып пока ұшты ғой. Мен минусқа кіріп жатқан сияқтымын, достар. Менде ана жақта не толып жатыр ғой, заказ беріп тастаған киімдерім ше. Бүкіл етік алды ғой. 100% тамен келуі мүмкін екінші. Ой, карта емес, что ли? Изменер самандар менің дүкеніме келе беріңдер тек. 800 болды. Мен аналардың бағасын қоймадым ғой, достар. Сонда мен келген бағасын сатып жатырмын ба? Олай болмайды, достар. Тобыр. Жындыма бір. Тобыр келген бағасын сатып жердім мен оны. Енді онда қателік жасамаспын, достар. Вообще олай қайталмады. Ең бірінші затты қойған кезде сразу бағасын қойыңдар. Советую сен. Мен әдейі бағасын 50 қойдым. Сен қазір мен ол бағасын ауыстырамын. Ал мен ең бірінші клиентті жіберіп алайын дедім. Сол үшін. Көрдіңдер ма, бұлар алмай кетті 50 так. Емесін оғыр сізге келем, ма? Бірақ сен жетіспейді екенсің. Айта бергенде сосын. Короче, достар, сендерге бір история. Бір рет, короче, мен дейтін подругаммен ұрысып қалам. Сосын мен бір подругам болған. Біз онымен ұрыспаймыз. Мен просто өзімнің жан подругаммен ұрысамын. Бірақ мен ол қызбен ұрыспаймын. Бірақ сол қызбен қатты дос болғым келеді, да. Просто мое сердце так хочется. Бір кезде ол маған өзіме өзі ренжи ма, сондай бір нәрсе болады. Сосын дейтін, сөйтіп араласпай кетеміз екеуміз. Сосын дейтін, ол мен подругаммен, бағана мерс қалған подругаммен араласады да. Ол соған айтқан ғой, короче, араласпа деп айтқан ғой. Мен оның басқызап, соның подругасын, подругасының дейін деп жатырмын ғой. Туған күніне барайын деп жүрмін ғой. Достар, мен просто ықылықтап қалдым. Қаттан көріп қойып, достар, мен жата бердімші. Бұндағы ету. Неге менде 2-3 теңге бағанағыдай тоже қойып қалып телефонмен? Не қымбат? Короче, парни, пока. Всем пока. Пока-пока.